Саламатсыздар ма, құрметті достар? Қазақша кинолар қазір өте көп кинотеатрларда көрсетіліп жатыр. Біздің актерлар, әншілер киноны қолға алып, кинотеатрға барсаң өзің қызығасың, қазақша киноларды көріп, жарнамасын, өзім барған ерекше ұнаған киноларын қазақша бизнес Америкада, Үндістанда, родной, маған назар аудар, ұлы даланың комедиясы және кешегі Қайрат Әділгерейдің хотя бы кинода екі. Енді міне осындай кино. Бірақ енді бәрі 100% идеальный бола алмайды, бірақ арасында да кейде енді халыққа өтпей жатса да тағы да екінші бөлімін түсіріп халыққа ұсынып жатқан кинолар болады. Мен өзімнің осы оқырмандардан сұранарым, сіздерге осы қазақша кинолардың ішінде қайсы кино ұнады, қайсы кино ұнаған жоқ, соны осы пікірге астына пікір қылып жазып кетсеңіздер.